Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат. Мен есім Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта әйгілі әнші Аллаберген Жақсыбаев. Аллаберген, ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сіздің соңғы бейнебаяныңыз шықты. Соңғы демекші. Соңғы емес, болайын деп жатырған бейнебаяндардың алдындағы деп. Алдындағы. Деген сияқты. Предпоследний. Сол бейнебаяныңызда қазір бізде айтып жатады ғой, бизнес-вумен дейді, бай, қуатты ханымдар түскен сол бейнебаянға. Менің білуімше, сол бейнебаянның ақшасын сол кісілер төлеп берді сізге. Жалпы енді әйел азаматтары арасында сондай қалталы достарыңыз көп пе? Түсіріп беріпті дегенге жауап берейін ба, әлде әйел азаматтары арасында сондай қалталы достар көп пе? Түсіріп беріпті дегенде бұл жерде ол кісілер түсу үшін мен ол кісілерге талап қойдым. Сіздер маған ақша төлемесеңіздер, менің клипіме түспейсіздер деп. Төлеуге тура келді. Әркім енді экранға шыққан үшін ақша төлемейме. Әркім өзінің ісімен айналысу керек. Мен өз ісіме айналысып жүрмін деген сияқты. Әрине көмек болды. Сол жердегі менің екі өмірдегі, осы өнердегі араласып жүретін екі жанұялық құрбыларымыз өздерінің мол көмегін көрсетті. Жанұялық құрбыларыңыздан ақша алдыңыздар ма сонда? Жанұялық құрбыларымыз кішкене бір демейтін жерін демеп жіберейік деді. Мен алған жоқпын, оны жаңағы съемочный группа алды. Неге әріптестерін түсірмейсіз? Неге әріптестеріңізді танымал, неге жас қыздар түскен жоқ? Міне қызығын айтайын, иә, Мұхит? Неге орта жастан асқан әйелдер түсті? Ол әйелдерді ешкім танымайды. Қазақстан Республикасында бір жақсы істер атқарып жатқан шығар, бірақ Бұхара танымайды оларды. Әйел жан мен сияқты-ақ түсінетін бір азамат болса, мен сияқты-ақ болар деп ойлаймын. Өткенсе өзімнің 4 қызым және үйдегі келіншегім мен 5 қызды бағып отырған еркекпін ғой. Сондықтан менің осы біздің қоғамдағы әйел адамдардың алатын рөлін бір ерекше сомдағым келген бір идея болды. Өткен себебі жақсы модель қыздар алғашындағы ойдың бәрін мен одан ұсыныстан бас тартқам. Неге десеңіз, ол ешкімге таңсық емес. Әр әншінің бейнебаянынан сондай модель қыздарды, әр әншінің бейнебаянынан звездный коктейль, яғни менің өнердегі мына кухнялас шоу-бизнестегі әнші әріптестерімді алуға болар еді, әрине, оның ешқандай мәселе болмас еді ешқандай да. Сондықтан да бұл жерде бір кішкене сол тақырыптан аташли, бірақ енді білмеймін, оны бағалау көрерменге өзіңізге. Маған салса, ол клипті мен қайталап түсірер едім. Неге? Ол клиптің әннің сөзінің мағынасын мен аша алмаған сияқты болдым бұл бейнебаянда. Өткен себебі сүйемін сені мәңгі, сүйіп өтем, аялап алақанымда биік етем, тағдырымның сен өзің берген сыйым екен деп айтатын, қымбатты адамымызға айтатын сөзімізді сол бейнебаянда біз аша алмағанға ұқсадық. Қанша қаражат кеттік бейнебаянға? Енді мен білетін 13,5 ақш доллары. Роза гүлдері тым көп болған жоқ па? Роза гүлдері өте көп болды. Олардың біз қайта тек санаулысын ғана алып қалдық. Көбі қолданылмай қалды. Неге соншалықты? Біздің жасалынған гүл шоқтарының шашуы соншалықты. Олардың бұл жерде бар ғой, тағы да біздің осы ана, әйел, қыз бала аруға деген біздің құрметімізді как-то сол гүлмен бергіміз келген біздің идеямыз қатты іске аспай қалған сияқты. Оған компьютермен бір графика, маған бірдеңе керек болды ғой деймін. Енді сол дүние бізде кішкене ашылмай жатқан нәрселердің бәрі. Адам ойлағаныңдай бола бермейді ғой көп нәрсе.
режиссермен қырғын төбелес болды сол жерде. Мысалы, сіздердің әріптестеріңіз келіп жатқан бірнеше каналдан келген журналистерді бұл не, мен деген кәргізбеймін, анау мынау деп айқайлап бастаған режиссерға мен айқайлап тұрып, мен қай кезде өзімнің не жасап жатырғанымды халық қайдан білетін болады деген сияқты сондай да бір енді жұмыс бабындағы творчестволық болды. Аллаберген, сізде ортаңызда қыз келіншектер көп жалпы. Сіз араласатын. Неге олай? Білесіз бе, мені көбіне осы нәзік жандылар жақсы көріп, жанымда жиналады. Мен олардың ешқайсысынан ешқашан қарсылық білдіріп қашқан емеспін. Сондықтан да олар мен жаныңды нәзік жандар қаумалап жүрсе керемет емес пе? Неге бүгін көзілдірікпен келдіңіз біздің бағдарламамызға? Әлде біздің бағдарламамызға деген бұл менсінбеу ма? Мүмкін солай шығартып қойған ба? Ол былай ғой. Мысалы, сұхбат бағдарламасына өнер майталмандары болсын, атқамінерлер болсын, спортта жүрген аға әпкелеріміз болсын, менімен ғана сұхбаттасу үшін емес, халықпен сұхбаттасу үшін да келеді. Сол себептен халықпен сұхбаттасуға менің көзілдірігім кедергі келтіріп отырғанын дәлелденсе мен шешейін. Неге десеңіз, міне қараңызшы, адамның өзінің бір ыңғайсыз сезінетін кезі болады. Ол енді әр адамның бойындағы физиологиялық тұрғыдан қараған кезде. Неге десеңіз, менің түнімен ұйықтай алмай, мына ауызашардан кейінгі ащы жеп қойған тамағымнан кейін су көп ішіліп, содан бүгін көз ісініп деген сияқты сондай жағдай болып тұрғасын. Мен сіздің рұқсатыңызбен және халқым сіздердің рұқсаттарыңызбен мен көзілдірікпен қала берейінші. Азия дауысы, Жас қанат деген үлкен жобаларды қазақ жұрты жақсы біледі. Әлі күнге дейін бе? Әлі күнге шейін. Сол жобаларда сіз бақ сынап, жұлдызыңыз жанып, жалпы Қазақстан азаматтардың бәрі Аллаберген Жақсыбаевтың кім екенін таныды. Бірақ Аллаберген Жақсыбаев қазіргідей байсалды емес. Ол кезде. Аллаберген Жақсыбаевтың шашы сары, үстінде киімдері қызық-қызық. Ол жылдар үшін өте ашық соғыс жариялағанмен бірдей болды ма? Соғыс жариялағанмен бірдей болды. Сол образды кім жасады сізге? Өзім. Алланың атымен ант етейін, өзім. Неге олай жасадыңыз? Неге олай? Қазіргі сіздің және біздің әріптестеріміздің жасап жүрген атым шықсын десең жер өрте деген нәрсе, ол көп жағдайда сөз түрінде қолданысқа енетінін өзіңіз білесіз. Ал мен соның бәрін іс жүзінде жасағым келді. Іс жүзінде. Өткен себебі, шығармашылықта қорқа басып келетін болсаң шығармашылыққа, сенен түкте шықпайды. Ал батыл қызмет жасаған, батыл қадам басқан адамда бәрі де жақсы болады. Сіз табылағандар көп болды сол кезде? Жоқ, көзімше ешкім. Адам былай ғой, біздің қазақтың қай кезден келе жатқан сенің арқа жоныңнан айтқан әңгімелерді мен көп естіп атам. А менің көзіме ешкім былай деп ештеңе айтқан емес. Қазір неге образ өзгерді? Әр қашан бір образда жүре беру мен үшін ол жалығатын істің бірі. Шаштағы қандай түсте болады? Болды, енді ешқандай түсте болмайды. Өткен себебі ол кездегі түстің өзі менің шашым мен сәл түстес болды. Тек содан сәл ғана не болған болар, оның дәлелі ретінде менің қазіргі өмірге келген, дүниеге келген 4-ші қызым. Қазір 4-ші қызымның түрін көрсеңіз, ол кісінің шашы сап-сары, әр жерінде кәдімгі қолдан бояп қойғандай стилистер, мастерлер кәдімгі бояуды салып милирование деген жасайды ғой, сондағыдай жолақтары мен көзі ашық көк кәдімгі сондай. Сондықтан ол менің
табиғи түсіме сәйкес түсті ол кезде көрді халық. Қазір Алла берген, сөзіңізді бөлейін, жалпы қазір ер азаматтар арасында ол өнерде жүрсін, бизнесте жүрсін, билікте жүрсін, өзін күтетін, жақсы шаштаразға барып шаш қырқып, бетке күтім жасайтын ер азаматтарды метросексуал деп жатады. білмейді екен өзін жақсы күтетін азаматтарды. Сіз туралы, сіз өзіңізді метросексуалмын деп айта аласыз ба? Мен бұл ұғымды метросексуал дейтін, вообще сексуал деген сияқты тақырыпқа кеткен нәрселердің өзін мен көп түсіне бермейді екенмін. Ал өзімді мен өзін күтінетін, өзін өзі құрметтейтін жандардың қатарына санаймын. Өткен себебі сақал шашым өсіп, тырнағым союдай болып жүргенше оның бәрін күзеп тұрған дұрыс емес пе? Сондықтан өзіне қарайтын, өзіне құрметтейтін адам туралы басқа пікірді айтып, құсып жататын адамдарды мен өз парақшамнан емес, менің суретімді қойған басқа біреулердің парақшасынан мен оқып жатам. Инстаграм дейтін. Көңіліңізге тие ме? Көңілімізге тигенде бар ғой, оған Алланың ризашылығы, оны айтқан адамдарға. Өткен себебі қазіргі заманда мен қарап отырсам, әсіресе біздің мұсылмандықты айтпаймын, ер адамға қарсы сөз айтуға болмайды емес. Сол ер адамға болмақ тұрмақ, сол ер адамыңды таяқтап жіберуге дайын тұратын қоғамда сондай адамдар көп қаптап кеткен кезде таңғалатын ештеңесі жоқ. Мен айтам, Алла оларға тек қана төреші ғой. Олар өздерінің дұрыс, мына басының бір жерінде дұрыс емес бір ақпарат жатып, өздерінің осы өмірде бір бақытсыздау болып жүрген жандар ғана сондай сөз жаза алады деп мен ойлаймын. Алла берген, жалпы сіз туралы алып қашпа әңгіме өте көп. Оның бірі ел арасында анекдот та бар. Алла берген Жақсыбаев түрменің төріне барып концерт беріпті дейді. Ол жерде абақтыда отырған азаматтарға осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе дейді. Оған қазақ жұрты күлді де, сенді де, сенбеді де, әртүрлі жағдайлар болды. Сіз не ойлайсыз жалпы? Түрмеге барып, енді өздері қиналып отырған азаматтарға барып, енді жығылғанға жұдырық болған әңгіме емес пе бұл? Мен осы әңгіменің басын ашқымды келіп отырған, Мұхит, мен өте риза болып отырмын. Өткен себебі маған басыма мен жасамаған нәрсені жасады деп, ол енді біреулерге пайдалы іс шығар, соны айту, біреуді табалау деген сөзбен бірдей. Осы үшін ол кісінің басы жаңағы бір жақсы істерге толы болатын болса, мен ол кісіге тағы да Алланың ризашылығы. Шынымды айтсам, түрмеге барып бұл әнді айтқан мен ешқашан ондай іске бара алатын адамның қатарынан емеспін. Ол бірінші. Екіншіден, мына біздің мұсылмандықтың өзінде айтады ғой, біреулерді күлдірту үшін өтірік айтып сөйлеген адамның өзі тозақтың төріне барады екен де. Сондықтан оладан бірға тағы да Алласыншы мен жасамаған істі осындай жасалынды деп айтқан. Мен бұл адамдардың кейбірін білемін де, ренжімеймін де мен оларға, ренжіген де емеспін. Мысалы, менің өзімнің туған қалам Ақтөбе облысында, менің мен шыққан аудан азаматтары, мені жақсы танитын халық отырған жерде Алла берген осы сөзді айтты деп, біздің ақтөбелік жергілікті бір әнші жігітпен жүргізуші жігіт екеуі осы әңгімені халықты күлдірту үшін айтыпты. Бірақ менің осы әңгімені айтқанына емес, менің атыма, репутацияма кір келмесін деп, соңынан сол сахна сыртына барып ана жігіттерді қылғындырған, сол жігіттерге осы әңгімені айтуы Алла берген Жақсыбаевтың сен рас нәрсе ма десе, жоқ, мен оны тек әшейін күлдірту үшін айтқанмын, на самом деле оны айтқан Алла берген емес дегенді дәлелді менің алдымда. Дегенмен қазақ жұртына тарап кетті бұл. Қазір анекдот. Алла берген Жақсыбаев десе, осы анекдотты бәрі еске алады. Солай ма? Ай, Алла риза болсын. Шынымен, не істейміз енді? Сіздің рейтингіңіз өсіп жатыр ғой. Осыдан ба? Жақсы ма? Мен айтып отырмын ғой бағанағыдай. Рейтингімді өсіру үшін лақап әңгіме мен үшін шығарып оның керегі жоқ. Мен үшін бірақ осы әңгімені айтып шығарған авторларға енді алғыстан басқа ештеңе айтпаймын деген ба.
Алдаберген, жалпы өсекке қалайсыз? Өсек айтасыз ба? Мен өзім айтқым келмейді. Ешкімді даттауға, ешкімді әңгімелеуге менің оған ықыласым жоқ. Айтып келген адамдарға не деп айтасыз? Айтып келген адамдарға, менің мысалы, менің достарым туралы айтқан адамдарға олардың алатын жауабы болады. Сондықтан маған ешкім менің достарым туралы ештеңе айта алмайды. Ал егер айтылып жатқанның өзінде де бір құлағым жабық тұра береді менде. Мен ешқандай ондай, білмеймін, ол біздің ер азаматтардың ісі емес деп ойлаймын. Еркекке жылауға бола ма? Болады, неге болмайды? Жиі жылайсыз ба? Жиі деп айта алмаймын. Жалпы Алламен қарым-қатынас қалай? Мен жатсам да тұрсам да Аллам аузында, бірақ мен оның бәрін жарнамалап, мен міне мешітке кіріп бара жатырмын, мен міне мешіттен шығып келе жатырмын, мен міне намаз оқиын деп жатырмын. Көбіне көп мені қиналдатын осы... Мешітке барып селфи жасамайсыз ба? Жоқ. Менің Инстаграм парақшамда, иә. Бүгін жұма намазға келдім, міне мен отырмын, міне мен садақа беріп жатырмын, міне мен құрбандық шалып жатырмын деп талай селфиларды көрдік қой. Соған қарап мен жоқ, ондайды Алла сақтасын. Біріншіден, екіншіден, олның өзі күнә деп мен естіп жатамын, бірақ білмеймін ғой, бәріне де Алла төреші. Менің айтайын деген жоқ. Мен ондай жарнаманың жағында емеспін. Қай кезден де. Қазақстан Республикасының қаржы министрі кім? Аллай, осы біздің министрлер жиі ауысады. Білмейді екен. Білмейсіз. Есте болсын, Бақыт Сұлтанов деген азамат бар. Сол кісі біздің қаржы министрі. Ағам болып келем екен мен. Жалпы айтайын дегенімше, Бақыт ағамнан кешірім сұрай салайын деген енді біле тұратын болдым осыдан кейін. Қаржы министрі біздің Қазақстан Республикасында Бақыт Сұлтанов, иә? Қазақ эстрадасында Аллаберген Жақсыбаевтың жүргеніне көп жыл болды. 1 жыл емес, ол 5 жыл емес, 10 жылдан асып кетті. Неге хит жоқ осы уақытқа шейін? Неге жарқ етіп жарып шықпадыңыз? Неге хитмендер арасына барып үлкен тапсырыс бермедің? Бентли мініп, біздің Қайрат Нұртас секілді, немесе $10,000 мен тойға бармайым деп қазір енді хит әндерін орындап жүрген жігіттер бар ғой, солай айтып жүрген. Соған қатысты сіз қынжылмайсыз ба? Неге бұлар... Қынжылмайсың ба болғанда бар ғой, ол да мұхит, білесің бе, хит деген әннің өзін бар ғой, мен таңғалатыным халықтың талғамына таңғаламын мен біріншіден. Екіншіден, ол әннің хит болатын болмайтынын сол жазып жатқан әншінің өзі сол уақытта білмейді екен. Өткен себебі, ол мен қазір сенімді түрде мынау хит болады, осыдан болмасын, мен саған осындай қарымын штрафын төлеймін дейтін адам болса, маған штрафниктер өте көп біздің республикамызда. Өткені хит ән жазып беремін, хит ән мынау болады, хит болады деген кісілердің көзқарасын мен де жаздырдым мен. Болмай жатса енді мен кімге ренжимін? Сіздің жерлесіңіз Асхат Тарғанов деген азамат бар. Чип деп жүр, бүкіл елді сол әнге билетіп жатыр, әлде де билетіп келе жатыр. Енді кішкене пенде болғаннан кейін осы бір көре алмай қалу деген сияқты болмайды. Ой, айналайын, жоқ. Менің осы өнердегі қайбір сол Асхаттар біз шығармашылықты бастаған уақытта мен жаңағы біздің Шалқар ауданындағы болатын концерттерімде осы жанымда жүретін, жалау болып жүретін бауырларымның бірі ғой. Ол бауырларыма мен тек қана алдына ақ жол, ертең тағы да сондай бір хитына екінші хиттары жамалсын. Мен тек қана, мен айтып отырмын ғой, мен достарым тұрмақ, мен дұшпаныма ақ тілек тілеп жіберетін, батамды беріп жіберетін жандардың бірі болса, мен болармын деп ойлаймын. Қай кезде алдайсыз? Егер ол қоғамға зияны тимесе, алдай беремін. Немесе біреуге ұқсан келмесе. Дұшпандарыңыз табалап, төбенізден төбелеген кезде,
Өз-өзіңізге қалай келесіз? Тек сабыр ғой. Атак өзімді табалатып қоюға ешқашан жол берген емеспін. Бүгін сізге не ұнады, не ұнамады? Әңгіменің бәрі ашық айтылған секілді, және мен өзім өмірде мені білетін достарым, мені білетін менің тыңдармандарым, көрермендерім менің ашық жан екенімді біледі. Мен айтатын өтірігімді, даже өтірік айтасыз ба деп отырсыз ғой, соның өзін артынан өтірік екенін айтып отыратын жанның бірімін де. Сондықтан ашық әңгіме болған секілді, мен соған қуанып отырмын. Рахмет. Назарларыңызға рахмет. Бүгін бізде қонақта болған әйгілі әнші Аллаберген Жақсыбаев, мен Мұхит Сапарбаев. Келесі аптада жүздескенше.